Ассалаумағалейкум достар. Камераны ұстаудың өзінде ұстауын соңғы көреді ше. Так, мен қазір экспоның паркингінде жұмыста жүрмін. Рация, керек күшті, атырка дегендей. Қазір бермеймін. A few moments later. Бүгін кешке машинаға бір кезекте тюнинг жасаймыз. Ол не тюнинг десеңіздер, ревьюдан көргендеріңіздей прямоточный выхлоп жасайтын боламыз. Ол прямоточный выхлопты маған жасауға біздің ВАЗ-тың мүшесі Алдик бауырымыз көмектесетін болады. Алдик маған оның алдында да посадка жасауға, яғни амортизаторды кесуге көмектескен тұғын. Сол жігіт өзі жасап берді, потому что ол өзінің машинасын қандай төменді екенін көрдіңіздер. Ал өзіміздің ашқан ВАЗ клубты жаптық. Жаңадан клуб ашылды. Сол клубтың мүшелерімен алла жазса тағы бір жақсы видео түсіреміз. Астана қаласын шулататын боламыз. Бүгін выхлопты жасаймыз. Алдық сағат, кешкі сағат 5-те жұмыстан шығам деді. Мен де как раз сол 5-те жұмыстан шығанам. Баратын боламыз. Біздің ласточкамыз мұнда. Жұмыста. Посадкадан кейін ерекше болып өзіме ұнайды. Сол, достар, сіздерден әдеттегідей бізге келіп лайк, комментарий и бүкіл достарыңызға жіберіп, поддержкаларыңызды аямаңыздар. И біз дальше больше жалғастыратын боламыз. Көп рахмет. Видеоны тамашалаңыздар. Все болды, алайық. Ассалаумағалейкум достар, достар. Бізде бүгін Алидің машинасына прямоточный выхлоп істеуге жатырмыз. Ол қалай жасалады? Бір айтшы, Алдик өзі. Қалай жасалады? Қазір видео барысында көрсетесіз. Маған келесі бар мүшеміз. Нағыз қазақтың машинасы ғой, массы мен дейсің ғой. Албай болған күш. Короче, прямоточный выхлоп жасағанға бізге мынандай труба алдық. Мынандай A few moments later. стекловата керек 75-лік дейма, қалай қойсы, короче, стройкада жаңадан салынатқан үйлер бар, соларды. Айдос, ключ на 17 каналының оқырмандарына сәлем жолдап қойыңдар. Алдик, Айдос, ключ на 17 каналының оқырмандарына бізде сол жақта тұрған Айдос деген жігіт Мансорик клуб Елорданың мүшесі, Алдик тоже. Короче, глушительдің басын осылай кеседі екенбіз.
Ал бужидың ішінен шықты. Размер қандай? Айдосынан көрсетіп жүрші ішін. Мә, ішінен нау шықты, короче. Арасы қанша сантиметрден болды? Мына жағы да 4 па? И екі жағынан майыстырылды. Енді алды қалай түседі бұл бір түсіндіріп жүрші та? Бұл, короче, кесіп шықтық. бұл былайна келеді. Аха.
коллектордан келген жаңа жамбаған бензиннің бәрі ауасы бойына келген кезде мынау арқылы екі жаққа бөлінеді. Сол арқылы дыбыс шығады. Ше. И мына жерде нажақ неге кетеді? Прямо уже. Ше. Короче, мына жерге дейін бағанағындай не тұрады. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Алдық брат, сәлем жолда жүр, ачи. Ал, кетті. Бісміллә. Алдық ұстап тұрайын ба? Нені, ұшақты? Түсіріп отыр, жақсы. Сен мен YouTube каналымның біліп олатын болдың ғой сен. Пружинаны кесіп бердің. Мына соққандардың барлығын ретке келтіреміз.
Достар, мынау не дейді ана? 7 ключ деген. Ключ 18. Ключ на 17-тің қандай ойшы, аты не еді? Сол несі ғой? Қасымызда съемамыз алдық деген естіп жүр. Қандай он деген дауыс керек болса, ол жігітке сондан бір жазында. Он. Көреміз енді бәрін. Сходкіде видеода саламыз. Өзі артында тұрған көк көмек тұлпары. 16 клап. Приора менсінбейді. 16 клап. Аз. Мен машинапартта таласпартта жүреміз ашын. Не бар? Таласпарт. Ақыр бәрін тығып отсыңдар ғой. Бәрін тығып. Не бар? Алды екеуміз көшесілді орнына салғаннан кейін видео түсіруді ұмытып кетіппіз. Алып қойсын, соған көп рахмет. Мен қазір жұмыстамын. До и после видео түсіре алмадым, до түсіруді ұмытып кеттім. Менде после ғана. Енді сол, өздеріңіз көргендей результатына налицо. Заводтан шыққан глушительді ондай дауыс болмайды. Көріп тұрғандарыңыздай. Мансори клубтың мүшесі Алчик бауырымызға, админі Алчик бауырымызға көп рахмет. Біздің клубқа тіркеліңіздер, жанында видео шығатын болады. Біздің клубқа арналған арнайы видео. Сіздерге көп рахмет. Видеоны соңына дейін тамашалап, достарыңызға жіберіп, лайк басып, комментарий жазып и подписаться, колокольчикті басып ұмытпаңыздар. Газ берем ба? Я просто газ бер, дос. Давай, отсечь. От шығып отыр. Давай. Жоқ, бұл өртеніп отыр ғой, қазір шуылғы шығып отыр ғой. Давай.